Телефонын ұмытып, хирург үйіне қайтты. Әйелін оятпау үшін тыныш кіріп, ол әйелінің видео байланыс арқылы әңгімесін естіп қатып қалды. Ал жатын бөлмеге қараған кезде сырт көзге қарасан, біз нағыз бақытты отбасының үлгісі сияқтымыз. Мен Арман, Алматтағы ең беделді клиникалардың бірінде жұмыс істейтін кардиохирургпын. Жасым 42-де. Әріптестерім мені қолы алтын хирург деп атайды. Пациенттердің алғысы шексіз. Бұл әрине оңайлықпен келген жоқ. Күндіз түні жұмыс, ұйқысыз түндер, операция үстелінде өткен сансыз сағаттар. Осының бәрі отбасыма бөлетін уақытында ұрлайтынын білемін. Бірақ мен оларды шексіз жақсы көремін. Менің өмірімнің мәні әйелім Әсел мен 15 жастағы қызым Айжан. Әселім менің мақтанышым. Жасы 38-ге келсе де, 18-дегі қыздай сымбатты, ақылына көркі сай. Кезінде мектепте мұғалім болып еді. Айжан дүниеге келгелі үй шаруасымен айналысып үйде отыр. Ол біздің үйдің ұйытқысы, берекесі. Оның арқасында Алматының қақ ортасындағы Есентай Ситиге қарайтын жаңа тұрғын үй кешеніндегі кең пәтеріміз жай ғана бетон қабырға емес, нағыз жылы ұяға айналған. Табысымыз тұрақты, еш нәрседен таршылық көрген емеспіз. Қызымыз Айжан да сабағын үздік оқитын, тәрбиелі, ақылды болып өсіп келеді. Міне, осындай кемел көріністің артында үлкен бір жарықшақтың пайда бола бастағанын мен сол бір түнге дейін сезбеппін де. Ол түнде әдеттегідей басталған еді. Ауыр жұмыс күннен кейін үйге келіп, Әсел дайындаған дәмді кешкі асты ішіп, Айжанның мектептегі қызықтарын тыңдап, рахаттанып отырғанбыз. Шаршағанымды сезген Әсел маған жылы жымиып: «Жаным, демалшы, сен бүгін тағы бір адамның өмірін сақтап қалдың ғой», деді. Оның осы бір сөзі бойыма күш беріп, барлық шаршағанымды ұмыттырып жіберетін. Сағат 11-лер шамасында бәріміз ұйқыға жаттық. Терең ұйқыға батып бара жатқанымда құлағыма телефонның безілдеген дауысы келді. Түнгі сағат 2, клиника, шұғыл ота. Жүрек талмасымен ауыр халде түскен науқас. Орнымнан қалай атып тұрғанымды білмеймін. Бұл менің өмірімнің бір бөлшегін айналып кеткен. Әдеттегідей ұйқыда жатқан Әселді оятып алмайын деп, аяғымның ұшымен басып, киім ауыстыратын бөлмеге өттім. Асығыс үстіме хирургиялық костюмнің астынан киетін арнайы киімді, сосын сыртынан жылы күрткемді ілдім де есікке қарай беттедім. Шығар алдында жатын бөлменің есігін ақырын ашып, ішке сығаладым. Түнгі шамның әлсіз жарығына шомылған Әселім періштедей болып ұйықтап жатыр екен. Маңдайынан ақырын сүйіп, мен тез келем деп сыбырладым да пәтерден шығып кеттім. Көлігімді оталдырып ауруханаға қарай зымырадым. Ойымның бәрі алдағы отада. Науқастың жағдайы, қандай қиындықтар туындауы мүмкін, қандай әдісті қолдану керек, миымда бәрін саралап, жоспар құрып келем. Әл-Фараби даңғылымен келе жатып, жолдың жартысына жеткен кезде кенет денемді суық тер басып кетті. Тоқтай қалдым. Қалталарымды сипаладым. Жоқ, үстелдің үстінде телефоным. Мәссаған, бұл жай ғана байланыс құралы емес еді. Ол менің жұмысымның ажырамас бөлігі. Науқастың барлық анализдері, кардиограммасы, бұрынғы ауру тарихы, бәрі сонда, арнайы қосымшада сақталған. От алдында бәрін тағы бір рет тексеріп, командамен байланысып отыруым керек. Енді не істеймін? Амал жоқ, артқа қайтуға тура келді. Үйге қарай қайта бұрылғанда, ішімде бір жағымсыз сезім пайда болды. Түн ортасында үйге қайта кіріп, онсыз да аз ұйықтайтын әйелім мен қызымның мазасын алатынын ойлап, өзімді кінәлі сезіндім. Тұрғын үй кешенінің ауласына кіргенде, біздің пәтердің терезесіне қарадым. Қап-қараңғы, тып-тыныш, бәрі ұйықтап жатыр. Кіреберіске кіріп, лифтіні күттей, баспалдақпен жүгіріп көтерілдім. 10-шы қабат. Есіктің алдына келіп, бір сәт демімді алдым. Қалтамнан кілтті алып, құлыпты мүмкіндігінше дыбыссыз ашуға тастым. Есік ақырын ғана сықыр етті. Ішке аяғымның ұшымен басып кірдім де, артынан есікті жайлап жаптым. Пәтер іші үнсіз. Кек ас үйдегі тоңазытқыштың әлсіз гүрілі мен қабырғадағы сағаттың тықылы естіледі. Аяқ киімімді шешіп, дәліздегі жұмсақ кремшенің үстімен жатын бөлмеге қарай жылжыдым. Телефоным жатын бөлмедегі төсектің жанында тұрған кішкене үстелшеде болуы керек. Бөлмеге жақындаған сайын ішімдегі мазасыздық күшейе түсті. Бірдеңе дұрыс емес сияқты. Кенет құлағыма әлдекімнің даусы келді. Әлсіз, естілер-естілмес. Мен тоқтай қалдым. Тыңдадым. Иә, дауыс жатын бөлмеден шығып жатыр. Бұл Әселдің даусы, бірақ мүлдем бөлек, таныс емес тембірмен сөйлеп жатқандай. Алғашында мүмкін ұйқысырап теледидарды қосып қойған шығар деп ойладым. Бірақ жақындай түскенде бұл теледидар емес екенін түсіндім. Ол біреумен сөйлесіп жатыр. Түннің ортасында, видео қоңырау арқылы.
Мен жатын бөлменің есігіне тақап келіп, саңылаудан ішке үмілдім. Жүрегім тоқтап қала жаздады. Төсектің шетінде арқасын мағанған беріп әсел отыр. Қолында телефоны. Экранның жарығы оның бет әлпетіндегі үрей мен қорқынышты айқындап тұрды. Оның даусы енді анық естіле бастады. Бірақ бұл менің сүйікті, еркелеген әселінің даусы емес еді. Бұл жалынған, мүләйімсіген, қорқынышқа толы, дірілдеген бейтаныс әйелдің үні. Қашанғы шыдаймын, менде басқа ештеңе жоқ, түсінесің бе? Бәрін бердім ғой, деді ол сыбырлап. Оның даусындағы шарасыздық жүрегімді тіліп өтті. Ар жақтан, телефоннан ер адамның дөрекі талапшыл даусы естілді. Сөздері анық емес, бірақ дауыс ырғағының өзі қорқынышты еді, агрессияға толы. Сол сәтте миыма келген алғашқы ой опасыздық. Қаным басыма шапшып, денемді ыза мен қызғаныштың оты шарпыды. Осы 15 жылда маған бір ретте күдік салмаған менің адал жарым, менің әселім. Түн ортасында басқа еркекпен жасырын сөйлесіп отырма, менің жоқтығымды пайдаланып, қолымды есіктің тұтқасына апарып, оны жұлып ашып, бәрін быт-шыт қылуға оқталдым. Мені алдап жүрген екеуінің де жүзін көрдім келді, бірақ дәл сол сәтте әселдің келесі сөзі мені орнында қатырып тастады. Ол жыламсырап, жоқ, тек оған айтпашы, ең бастысы, Арман білмесінші, өтінемін. Ол мұны көтер алмайды, деді. Бұл сөздер маңдайынан біреу таспен ұрғандай әсер етті. Арман, яғни мен көтер алмайтын не құпия бұл? Егер бұл жай ғана көңілдестік болса, неге менің білгенінен сонша қорқады? Оның үніндегі қорқыныш жай ғана әшкере болдан емес, мен үшін, менің жағдайым үшін алаңдаудан туындап тұрғанда еді. Бұл жай ғана апасыздықтан әлдеқайда терең, әлдеқайда қорқынышта сыр екенін сол сәтте-ақ сездім. Бойымдағы ашуды кәсібіме тән сабырлық жеңді. Хирург ретінде мен эмоцияға берілмей, жағдайды салқынқандылықпен бағалауға үйренгенмін. Мен есікті ашпадым, айқай шығармадым, үнсіз артқа шегіндім. Ұмытып кеткен телефонымда есімнен шығып кетіпті. Пәтерден қалай шыққанымды, көлігіме қалай отырып ауруханаға қалай жеткенімді білмеймін. Басында тек әселдің жалынған бейнесі мен Арман білмесінші, ол мұны көтере алмайды деген сөздері жаңғырып тұрды. Менің идеалды отбасының іргесі сөгіле бастаған екен. Ал мен соқыр сияқты ештеңені байқамаппын. Алғашында құлағыма елес естілгендей болды. Мүмкін теледидар қосулы шығар, өшіруді ұмытып кеткен болар деп ойладым. Бірақ жатын бөлмеге бір-екі қадам жақындағанда, бұл әселдің даусы екенін анық аңғардым. Тек даусы мүлдем бөлек. Күнделікті естейтін, құлаққа жағымды, жұмсақ үн емес. Бұл жалынған, қорқыныш пен үмітсіздікке толы, үзік-үзік шыққан бейтаныс үн еді. Есіктің саңылауынан бөлме ішіндегі шамның сәулесі түсіп тұр. Әйелім біреумен видео қоңырау арқылы сөйлесіп жатыр екен. Телефонын алдына қойып алды. Экрандағы адамның бейнесі көрінбейді. Тек дөрекі, талапшыл ер адамның даусы естіледі. Қашанғы шыдаймын, менде басқа ештеңе жоқ, түсінесің бе? Деді әсел сыбырлап, бірақ даусының дірілінен ішіндегі барлық азабы сезіліп тұрды. Беретін ақша жоқ менде. Осы сөзді естігенде денем мұздап сала берді. Басқа еркек. Түн ортасында жасырын әңгіме. Менің миым хирургтың нақтылыққа үйренген миы барлық нұсқаларды 100 есе жылдамдықпен сараптап жатты. Ойыма келген ең бірінші, ең сұмдық ой, опасыздық. Әсел, менің әселім. 15 жыл отасқан қосағым. Менің өмірімнің мәні, менің тыныштығымның кепілі. Мүмкін емес, бірақ мұна көрініс, мұна әңгіме. Ей, көп сөйлемеш, ертең кешке дейін, деп бастады ар жақтағы дауыс. Бірақ әсел оның сөзін бөліп жіберді. Жоқ, тоқтай тұршы, қараш мынаны, деді де, қолына зергерлік бұйымдар салынған қобдишасын алды. Оның ішінде мен сыйлаған алтын сырға, анамнан қалған жүзік бар еді. Осыларды алшы, бағалы ғой, білесің ғой. Қанық қызыл түсті қобдишаны көргенде, менің бойымда ашу мен қызғаныштың оты жалмап өтті. Жүрегім кеудемді жарып шығардай, дүрс-дүрс соғып, тамағыма бірдеңе кептіріп қалғандай болды. Миымда бірақ ой, қазір кіремінде, сол телефонды қабырғаға бірақ ұрамын, бәрін анықтаймын. Кім ол? Неге менің әйелім оған жалынып, менің анамның көзіндей болған мұраны ұсынып отыр? Аяғымды есікке қарай көтергенім сол еді. Әселдің келесі сөзі мені орнында қағып тастағандай болды. Кеп өтінем, ең бастысы Арман білмесінші, деді ол еңіреп жыларман болып. Ол мұны көтер алмайды. Оның жұмысы онсыз да ауыр. Жүрегіне салмақ салғым келмейді. Орнымда қатып қалдым.
Қолымды жыдырыққа түйген күйі, демімді ішіме тартып бердім. Бұл жай ғана көңілдеспен әңгіме емес, бұл мүлдем басқа нәрсе. Ол мені ойлап жатыр. Менен бірдеңені жасырып, мені қорғап жатыр. Қорқынышты, үлкен бір құпияны жалғыз өзі арғалап келеді. Ал мен бейшара, ең оңай, ең ақымақ ойға, апасыздыққа бой алдырып, оны айыптауға сәл-ақ қалдым. Бойымдағы барлық ашу су сепкендей басылды. Оның орнын түсініксіз бір мұң, әйеліме деген аяушылық сезімі басты. Хирургке тән сабырлық пен салқынқандылық қайта оралды. Қазір есікті жылып ашып, бәрін бүлдіруге болмайды. Мен шындықты білуім керек, толық шындықты. Ол үшін бақылау керек, ештеме білмегендей кейіп таныту керек. Есімді жиып, телефонымды алмастан келген ізіммен кері бұрылдым. Аяғымның ұшымен басып, есікті жапқанымда, оның сыртынан кілттегенімді әсел естімеген де болар. Көлікке отырып, ауруханаға қарай зымырадым. Жол бойы ойым оңға, санам санға бөлінді. Ауруханаға жеткен соң, кезекшіліктегі әріптесіммен телефонын сұрап алып, қажетті қоңырауларды шалдым. Ота үстелінің басында тұрғанда да, қолым қанша үйреншікті ісімен айналысып жатқанымен, ойым үйдегі әселде болды. Оның жалынған даусы, қорқынышқа толы көздері көз алдымнан кетпеді. Мен адамның жүрегін тіліп, өмір мен өлім арасындағы арпалысты көріп жүрген адаммын. Бірақ дәл қазір, өз үйімде болып жатқан жұмбақ менің кез келген күрделі операциядан да артық мазамды алды. Келесі күндер мен үшін тозаққа айналды. Мен ештеңе білмегендей кейіп танытып, жұмыстан шаршап келген күйеудің рөлін сомдап жүрдім. Бірақ іштей мен детективке айналдым. Әселдің әр қимылын, әр сөзін, әрбір көзқарасын қағып алуға тырыстым. Оның өзгергені анық байқалатын, телефоны қолынан түспейді. Үнемі біреуден хабарлама күткендей экранына қарай береді. Кейде терезеге қарап ойланып терең күрсініп қояды. Түнде дұрыс ұйықтамайтынын, жиі шошып оянатын сезетінмін. Бетінен нұр тайып, көзінің асты көгеріп кеткен, бұрынғыдай күліп ойнап қарсы алмайды. Күлкісі де жасанды, жүзінде үнемі бір мазасыздықтың көлеңкесі тұрады. Бір күні кешкі ас үстінде ол телефонын үстелге қойып, шай құюға ас үйге кетті. Сол сәтте экраны жарқ етіп, Каспийден хабарлама келгенін көрдім. Әптесінен ірі көлемде ақша аударылған жазылып тұр. 200 000 теңге. Міне, көмегім тиер деп жазыпты. Жүрегім бір сәтке тыншығандай болды. Мүмкін туысқандарына көмектескісі келген шығар. Бірақ сол күні кешке мен диванда кітап оқып отырғанда, Әселдің балконда біреумен тағы да сыбырлап сөйлесіп тұрғанын естідім. Кейінірек ол ұйықтап қалғанда шыдай алмай, ақырын телефонын қолыма алдым. Жүрегім аттай тулап, сталып қалудан қорықсам да, Каспий қосымшасын аштым. Әптесі салған ақша жоқ. Белгісіз бір шотқа толықтай аударылыпты. Не болып жатыр Әсел деп сұрадым. Келесі күні таңға астым үстінде. Соңғы кездері жүдеп кеттім. Бірдеңе мазалап жүр ме? Айтшы маған. Ол қолындағы кесесіне тесіле қарап отырды да, басын шайқады. Жоқ жаным, жай, сенің жұмысын ауыр, үнемі операциядасың. Соны уайымдап, аздап шаршап жүргенім ғой. Оның көзіме тіке қарай алмай отырғаннан ақ, өтірік айтып тұрғанын сездім. Ішім алай-дүлей болды. Ол маған сенбейді, ол менен сырын жасырады. Менің көмегімнен бас тартады, арамызда көрінбейтін, бірақ өте қалың қабырға пайда болғанда еді. Мен оған жақындауға тырысқан сайын, ол менен алыстай беретін сияқты. Осылайша бірнеше апта өтті. Менің күдігім күн санап қоюланып, шыдамның шегіне жақындап келе жаттым. Әйелімнің жанында жатып, оның бөгде адамға айналып бара жатқанын сезінуден асқан азап жоқ екен. Сол 1-2 апта мен үшін нағыз тозаққа айналды десем, артық айтқаным емес. Күндіз операция үстеліндегі адам тағдыры, 100 граммға жетпейтін жүрекшелердегі микрондық тігістер, өмір мен өлімнің ортасындағы арпалыс. Ал түнде мен өзімнің жеке тозағыма оралатынмын. Әрбір сыбдырға елеңдеп, әрбір телефон қоңырауына денем тітіркеніп, Әселімнің әр қимылын қас қақпай бағып отыратын жағдайға жеттім. Ол телефонын қолына алса, менің де жүрегім қолыма түсетіндей болатын. Бірдеңе жазып отырып менің қарағанымды сезсе, бетінен қан қашып, экранын асығыс өшіре салатын. Мен ештеңе білмеген, сезбеген адам болып, газет оқып, немесе теледидарға телміріп отыра беретінмін. Бірақ ішімдегі дауылды, кеудемді өртеп бара жатқан күдіктің отын ешкім білмеді. Каспийдегі қозғалыстар тіпті миымды ашытып жіберді. Оның шотына белгісіз біреулерден ірі сомалар түсетінде, сол күні немесе ертесіне ізім ғайым жоқ болатын. Мен хирургпын ғой. Менің жұмысым анықтау, диагноз қою, сосын кесіп алып тастау. Бірақ бұл ісік менің отбасымның дәл жүрегіне жайғасқан еді. Қалай кесемін? Кіммен сұраймын? Әселден тікелей сұрасам, бәрібір мойындамайтынын білдім. Шаршап жүрмін, Арман. Жұмысың ауыр ғой, сен үшін уайымдаймын. Басым ауырып тұр.
Осы үш жауаптан аспайтын болды. Ал көздері басқан айтатын. Оның мөлдір, күлімдеп тұратын жанарының түбіне қорқыныш пен үрей тұнып қалғанда еді. Арамыздағы қабырға күн өткен сайын қалындап биіктей берді. Бір төсекте жатсақ та, арамыз мыңдаған шақырымға созылып кеткендей сезінетінмін. Тағдырдың шешуші сәтімен ойламаған жерден келді. Жүрекке күрделі, аорта коронарлық шунттау операциясын жасап, әбден қалжырап кабинетінде отырғанымда телефоным безек қақты. Бейтаныс нөмір. Әдетте бос емес кезде алмайтын едім, бірақ ішім бірдеңені сезгендей көтердім. Ар жағынан әйел адамның сабырсыз дауысы естілді. Арман Қайратұлы, сәлеметсіз бе? Бұл Айжанның сынып жетекшісі ғой. Кешіріңіз, мазалағаныма. Жүрегім тоқтап қала жаздады. Айжан, қызыма не болды? Айжанға не болды? Аман ба өзі? Дедім даусым дірілдеп. Иә, аман. Тек ол мектепте төбелесіп қалды. Екі баланы соққыға жықты. Қазір директордың кабинетінде отыр. Екінші баланың ата-анасы да осында, шағымданып жатыр. Тез келе аласыз ба? Менің астында кресло майысып біткендей болды. Айжан, менің ақылды, сабырлы, ешкімге зияны жоқ қызым төбелесті дей ме? Мүмкін емес. Мен асығыс халатымды шешіп, киімімді ауыстыра бастадымда, сынып жетекшісінен қайта сұрадым. Не үшін төбелескен? Себебі не? Бір баланы, мұғалім сәл кідірді. Бір баланы басқалары әкесінің мойнында тиісті ақшасы көп, проблемасы бар екен деп мазақтапты. Айжан сол балаға ара түскен. Ешкімнің әкесін сөз қылуға хақларын жоқ деп айқайлап, жабыла кеткен. Телефонды қойғаннан кейін көлігіме қалай жеткенімді білмеймін. Басымда мың сан ой. Айжан, біреудің әкесінің қарызы үшін төбелескен. Әкесінің мойнында тиісті ақшасы көп. Дәл осы сөздер миында жаңғырық сияқты қайта-қайта айналып соға берді. Бір сәтке рульді қыса ұстап, жолдың шетіне тоқтай қалдым. Тынысым тарылып, көз алдым қарауытты. Егер Әселдің түнгі әңгімесі, оның қорқынышы, ақша аударымдары, егер осының бәрі Әселдің өзіне емес, басқа біреуге, бізге жақын адамға қатысты болса ше? Егер ол біреуді қорғаштап, соның проблемасын жалғыз өзі шешуге тырысып жүрсе ше? Менің опасыздық деп ойлағаным мүлдем басқа, одан да қорқынышты құпия болса ше? Бұл ой денемді мұздудай терлетті. Менің барлық күдігім, қызғанышым, ашуым бір сәтте сейіліп, орнын түсініксіз бір үрей басты. Мен өз отбасымды танымай бара жатқандаймын. Мектепке жеткенде бәрі мен ойлағандай болды. Директордың кабинетінде қызым томсарып отыр. Қасында екі бала, мен олардың ашулы ата-аналары. Мен бәрдігінен кешірім сұрап, жағдайды реттеп, Айжанды алып шықтым. Көлікте ол үнсіз отырды. Тек үйге жақындағанда, «Әке, менікі дұрыс болмады ма?» деді жайлап. Мен оның басынан сипап, «Сенікі дұрыс қызым. Әлсізді қорғау әрқашан дұрыс» дедім. Бірақ өз ойым басқа жақ деді. Мен үйге барып, бәрін шешуім керек еді. Бұдан әрі бұлай созу мүмкін емес. Үйге кіргенде Әсел ас үйде кешкі асқа дайындалып жүр екен. Менің Айжанмен ерте кіргенімді көріп, жүзіндегі күлкінің астынан алаңдаушылықты байқадым. «Не болды? Неге ерте келдіңдер?» деді даусы дірілдеп. Мен Айжанға «Бөлмене бара ғой» дедімде. Әселге тура қарадым. Бұл жолы ашумен, айыптаумен емес, мейіріммен, жанашырлықпен қарауға тырыстым. Менің жан-жарым ғой ол. 10 жылдан астам отасқан әйелім, қызымның анасы. Арамызда не болса да, біз бір отбасымыз. Әсел, отыршы дедім. Ас үй үстелінің жанындағы орындықты нұсқап. Маған шындықты айтатын уақыт келді. Ол үрпиіп, көздері жасқа тола бастады. Не шындық туралы айтып тұрсың, Арман? Мен терең дем алдым. Мұның бәрін бір деммен айту керек еді. Әсел, мен сенің бірнеше апта бұрын түнде біреумен сөйлескенімді естідім. Телефоныңды ұмытып үйге қайтып келдімін. Сені оятып алмайын деп ақырын кірдім. Мен бәрін естідім. Айжанның бүгінгі мектептегі жағдайында білемін. Айтшы жаным, не болып жатыр? Біз бір отбасымыз ғой. Арамызда не сыр болуы мүмкін? Нені жасырып жүрсің? Кімнен қауіптеніп жүрсің? Соңғы сөзімді айтып біткенім сол еді. Әсел шыдай алмады. Ол үстелге басын қойып өксіп жылап жіберді. Бұл жай ғана көз жас емес, апталап бойына жиналған қорқыныштың, үрейдің, амалсыздықтың зары еді. Мен оның қасына барып иығынан құшақтадым. Біраз уақыттан кейін ол басын көтеріп, қызарған ісінген көздермен маған қарады. «Кешірші мен, Арман, кешір», деді ол егіліп. Мен саған айта алмадым, қорықтым. Неден қорықтың, Әсел? Кім ол адам? Ол менің көңілдесім емес, деді ол басын шайқап. Олар бопсалаушылар, ақша талап етіп жүргендер. Менің бүкіл денем мұздап кетті. Қандай ақша? Не үшін? Бұл маған қатысты емес, Арман, деді Әсел. Дауысы әзер шап.
Бұл Бауыржанға қатысты. Менің інім. Бауыржан, оның студент інісі ме? Ол бір жаман іске ұрынып қалыпты. Омай олжаға қызығып, біреулерге өте үлкен сомада ақша беруге міндеттеліп қалған. Енді ана адамдар оның өзін ғана емес, бізді де қорқытып жатыр. Маған хабарласып, егер ақшаны қайтармасақ, Бауыржанға зиян тигізетіндерін, тіпті бізге де келетіндерін айтты. Өткен аптада олар маған Айжанның мектептің қасында жалғыз кетіп бара жатқан суретін жіберді. Осы сәтте Әсел тағы да еңіреп жіберді. Менің тамағыма бірдеңе кептеліп қалғандай болды. Қызымның суретін. Сол түні менің естігенім, сол түні олар видеомен хабарласты, деп жалғастырды Әсел өксігін баса алмай. Менде сонша ақша қайдан болсын? Мен оларға жалынып, өзімнің алтын алқаларымды, сырғамды, сақиналарымды көрсетіп, осын алындаршы, қарыздың бір бөлігіне есептеңдерші деп жыладым. Олар күліп, бұл түкке тұрмайды деді. Мен саған мұны арта алмадым, Арман. Сенің жүрегім онсыз да ауыр операциялардан, күнделікті стресстен шаршаған. Бұл жүкті сенің мойныңа қалай артамын деп ойладым. Өзім шешемін. Бір амалын табам деп үміттендім. Кешірші мені. Әселдің иығы селкілдеп, көз жасы тоқтаусыз ағып жатты. Оның әрбір өксігі менің жүрегіме пышақтай қадалып, жанымды тілгілеп бара жатқанда еді. Сол сәтте менің бойымда бірінші билеген сезім жеңілдік болды. Иә, дәл сол сәтте әйелімнің қорқыныштан дірілдеп, алдында еңіреп отырғанына қарамастан, кеудемді қысып тұрған ауыр тас сыпырылып түскендей болды. Әсел маған опасыздық жасамапты. Ол басқа біреумен көңіл қоспапты. Осы бір ой басыма келгенде, терең тыныс алып, иығымнан ауыр жүк түскенін сезіндім. Бірнеше апта бойы мені іштей жегідей жеген, ұйқымды төрт бөлген сұмдық күдік сейіліп, орнына бостық орнады. Бірақ бұл жеңілдік сезімі ұзаққа созылмады. Оның артыншақ бойымды өрттей шарпыған өкініш пен өзімді кінәлау сезімдері басты. Мен қандай ақымақ едім? Өзім білгір, кез келген диагнозды дәл қоятын хирург санайтын мен, ең жақын адамның жанындағы дертті байқамаппын. Мен оны апасызды жасады деп күдіктеніп, әрбір қимылын аңдып, телефонын ақтарып, тыңдап жүргенде, ол үнсіз азап шегіп, біздің отбасымыз үшін жалғыз өзі күресіп жатыр екен ғой. Ол менің ауыр операциялардан кейінгі шаршаңқы жүзіме қарап, бұл қиындықты маған артуға қимапты. Ал менше, мен оның жанарындағы үрейді, жүдеген жүзін, үзілген үмітін байқамадым ба? Әлде байқағым келмеді ме? Осы ойлар миымды тесіп бара жатты. Мен одан күдіктендім, оған сенбедім. Ол бізді қорғауға тырысқанда, мен оны айыптадым. Мен ештеңе деместен Әселге қарай еңкейіп, оның дірілдеген денесін ақырын бауырыма бастым. Оның шашынан иіскеп, арқасынан сипадым. Ол бұрынғыдан бетер өксіп жылай бастады. Бұл енді қорқыныш пен үрейдің емес, барлық азаптың сыртқа шыққан көз жас еді. Мен оның ыстық жасының жейдемді сулап жатқанын сездім. Болды жаным, болды, тыныштал, дедім сыбырлап. Енді сен жалғыз емессің, естідің бе? Енді біз біргеміз. Бұл мәселені бірге шешеміз. Әсел басын кеудемен алмай, үнсіз жылай берді. Бірақ мен оның бойындағы қалтыраудың ақырындап басылып келе жатқанын сездім. Менің сөздерім оған дәрдей әсер еткендей болды. Құпия ашылды, іштегі шер тарқады, бірақ мәселенің өзі сол күйі қалып еді. Тіпті, енді ол бұрынғыдан да үлкен, бұрынғыдан да қауіптірек болып көрінді. Біз ас үйге барып отырдық. Мен Әселге ыстық шай құйып бердім. Ол тостағанды қос қолдап ұстап, жылынып отырды. Мен оның қасына отырып ойға шомдым. Сабырға келу керек еді. Эмоцияны ысырып қойып, бұл жағдайға хирург ретінде қарауға тырыстым. Бұл біздің отбасымыздың денесіне енген қатерлі ісік сияқты. Оны жай ғана сылап сипап, немесе ауырсынуды басатын дәрімен емдей алмайсың. Симптомдарды емес, себебін жою керек. Оны тамырымен қосыса, жұлып тастау қажет. Жай ғана қарызды төлей салу, мәселенің шешімі емес екенін мен анық түсіндім. Бұл бопсалаушылар ақшаның дәмін бір татса тоқтамайды. Олар тағы да келеді, тағы да талап етеді. Олар біздің әлсіз жерімізді біліп алды. Әсіресе қызым Айжанның суретін жібергендерін есіме алғанда, қаным басыма тепті. Бұл кешірілмейтін шектен шығу еді. Арман, не істейміз деді, Әсел үзілген үнмен. Оның көздері үміт пен үрейге тол еді. Ол менен нақты жауап күтіп отырды. Мен оның қолынан ұстадым. Біріншіден, ешқандай ақша бермейміз. Екіншіден, інін Бауыржанмен өзім сөйлесемін. Ол бұл қателік үшін жауапкершілікті сезіну керек. Үшіншіден, бізге көмек керек Әсел. Бұл біздің жалғыз шаруамыз емес. Бұлар жай ғана ақша сұрап жүргендер емес, ұйымдасқан топ сияқты. Осы сәтте ойыма бір адам түсе кетті.
Осыдан 10 шақты жыл бұрын менің қолыма өте ауыр жағдайда бір науқас түскен еді. Жүрегіне аса күрделі операция жасау керек болды. Тәуекел өте жоғары еді. Ол кезде мен жас болсам да, тәжірибем жеткілікті болатын. Түн ортасында басталған операция таңға дейін созылды. Мен ол кісінің өмірін сақтап қалдым. Ол ішкі істер саласындағы үлкен қызметтегі шені полковник адам еді. Есімі Болат. Ауруханадан шығарда ол менің қолымды қысып тұрып: Арман Маратұлы, сізге қарыздармын. Қандай да бір көмек керек болса, түннің қай уақыты болмасын хабарласыңыз. Мен ұмытпаймын деген еді. Сол кезде мен бұл сөзді жай ғана алғыстың бір түрі деп қабылдағанмын. Одан бері талай жыл өтті. Мен оны мүлдем ұмытып та кетіппін. Мен орнымнан тұрып, жұмыс бөлмеме қарай беттедім. Ескі қағаздарымды, құжаттарымды сақтайтын тартпаны ақтардым. Әртүрлі конференциялардан қалған визиткалар, ескі блокноттардың арасынан мен іздегенімді таттым. Ақшыл көк түсті. Үстінде елтаңбаның суреті бар шағын қағазда полковник Асанов Болат Серікұлы деп жазылып, астында жеке телефон нөмірі тұр екен. Қолыма телефонды алып, нөмірді тергенде жүрегімнің дүрс-дүрс соққанын сездім. Түн ортасы ауып кеткен. Мазалауға ыңғайсыз болса да, басқа амалым жоқ еді. Ұзақ гудоктан кейін арғы жақтан ұйқылы ояу, бірақ салмақты ер адамның дауысы естілді. Тыңдап тұрмын. Сәлеметсіз бе, Болат Серікұлы? Бұл мен, хирург Арман. Мазалағаным үшін кешіріңіз, бірақ ол менің сөзімді бөлген жоқ, бірақ үні бірден серги қалды. Арман Маратұлы, түн ортасында хабарласқаныңызға қарағанда жағдай маңызды ғой, айта беріңіз, тыңдап тұрмын. Мен жағдайды қысқаша баяндап бердім. Інімнің басы дауға қалған. Белгісіз біреулердің ірі көлемде ақша талап етіп, отбасыма, тіпті 15 жастағы қызыма дейін қорқыту көрсетіп жатқанын айттым. Әрбір сөзімді салмақтап, артық ештеңе айтпауға тырыстым. Болат Серікұлы біраз үнсіз қалды. Мен телефонның ар жағынан оның терең тыныс алғанын естідім. Түсінікті, деді ол ақырында. Арман, бұл жігіттер ойыншыр емес. Егер олар баланың суретін жіберетіндей деңгейге жетсе, демек бұлар нағыз жыртқыштар. Олармен өз бетінше сөйлесуші болма. Ертең таңертең маған кел. Бәрін егжей-тегжейлі талқылаймыз. Бірақ соған дейін өте сақ болыңдар. Ешкімге есік ашпаңдар. Бейтаныс нөмірлерге жауап бермеңдер. Мен қазір сенің үйіңнің мекен жайына жақын патрульге ескертіп қоям. Қауіпсіздік үшін. Оның бұл сөздерінен кейін бойымды бір жағынан жеңілдік, екінші жағынан одан да зор қорқыныш биледі. Біз енді жалғыз емеспіз. Бізге мемлекеттік деңгейдегі адам көмектеспекші. Бірақ оның өзі бұл адамдардың қауіпті екенін мойындап отыр. Біз жай ғана ақша дауына емес, нағыз қылмыстық әлеммен бетпе-бет келуге шақтырмыз. Телефонды қойғаннан кейін ас үйге қайта оралдым. Әсел үнсіз отыр екен. Менің жүзіме қарап бірдеңені сезгендей болды. Полициядағы ескі танысым, полковник, ертең кездесеміз. Ол көмектеседі, дедім мен. Әселдің көзінен бір тамшы жас қайта үзіліп түсті. Бірақ бұл жолы ол үрейдің емес, үміттің жас еді. Үйіміздің ішіндегі ауыр тыныстық сейілгендей болды. Оның орнын қауіпке толы, бірақ ортақ мақсатқа жұмылған жаңа бір атмосфера басты. Біз ортақ жауға қарсы біріктік. Енді артқа шегінер жол жоқ еді. Біз күресуге бел будық. Бұл шешім бізді бұрынғыдан да зор қауіпке итермелеп отырғанын екеумізде іштей сезіп тұрдық. Хирург ретінде талай адамның өмірі үшін күрескен мен. Енді өз отбасының өмірі мен тыныштығы үшін ең маңызды операцияға дайындала бастадым. Полиция департаментінің ауыр емен есігінің аржағында біздің отбасымыздың тағдыры шешіліп жатқандай сезілді. Менің ескі танысым қазір ұйымдасқан қылмыспен күрес басқармасын тізгіндеген полковник Тосынның кабинетінде отырып, бүкіл оқиғаны бастан аяқ айтып бердім. Ол мені бір ауыз сөзімді бөлмей мұқият тыңдады. Оның жүзінде кәсіби сабырлық сақталғанымен, көзінен жағдайдың қаншалықты күрделі екенін түсінгенін аңғардым. Арман, бұлар жай ғана ақша талап етіп жүрген бос белбеулер емес, деді. Ол сөзін аяқтаған соң. Бұл жүйелі жұмыс істейтін топ. Бір рет ақша берсем, олар сенен өмір бойы айырылмайды. Бірақ уайымдама, біз бұл істі аяғына дейін жеткіземіз. Тек сендерден бір ғана нәрсе керек: батылдық пен сабыр, әсіресе келіншегіңнен. Сол сәттен бастап біздің үй бір әскери штабқа айналғандай болды. Мен, Әсел және полиция қызметкерлері бірлесіп, қылмыскерлерді қолға түсіру операциясының жоспарын құрдық. Ең ауыр жүк әрине Әселдің иығына түсті. Ол бопсалаушыларға өзі хабарласып, қарыздың соңғы бөлігін жинағанын, енді оны қолма-қол беруге дайын екенін айтуы керек еді. Мен оның дірілдеген саусақтарымен телефон нөмірін теріп жатқанын көргенде жүрегім қан жылады. Оны бұл азаптан арашалап алғым келді, бірақ басқа жол жоқ еді. Полковник айтқандай, бұл індетті тамырымен қопарып тастау керек.
Әсел телефонмен сөйлескенде, оның даусынан қорқыныштың ізі де байқалмады. Қайта шаршаған, бәрінен мезі болған адамның салқынғандылығы сезілді. Олар қаланың шетіндегі, адам сирек жүретін өнеркәсіптік аймақтағы ескі қоймалардың жанында кездесуді ұсынды. Келісілген уақыт кешкі сағат 10. Сол күні уақыт өтпей қойды. Мен операциядағы науқастың туыстары сияқты бір орында отыра алмай, үйдің ішін кезіп жүрдім. Айжан бөлмесінде сабағын оқып отыр. Біздің үйдегі бұл тыныштық алдындағы дауылды сезбейді. Әсел екеуміздің арамызда сөз аз болды. Бірақ көзқарасымыз бәрін ұқтырып тұрды. Біз бір-бірімізге тірек едік. Бұл біздің ортақ соғысымыз болатын. Кешкі 9-да біз үйден шықтық. Жоспар бойынша Әсел ақша салынған сөмкені алып, кездесу орнына жалғыз барады. Мен одан бірнеше жүз метр қашықтықта көлігімді күтіп отырамын. Айналаның бәрін азаматтық киімдегі полиция қызметкерлері бақылап алған. Әселдің киіміне кішкентай тымдау құрылғысы жасырылған. Көлікті келісілген жерге қойып, Әселге қарадым. Оның жүзі боп-бос. Қорықпа, мен жанындамын дедім. Мен оның қолын қысып. Ол маған күлімсіреген болды. Мен қорықпаймын, бәрі біткенін қалаймын, деді де көліктен түсіп қоймалар жаққа қарай бет алды. Оның қараңғылыққа сіңіп бара жатқан сұлбасына қарап, жүрегім тас төбеме шықты. Өмірімдегі ең ұзақ 15 минут басталды. Менің қолымдағы рациядан полиция қызметкерлерінің сыбырлаған дауыстары естіліп тұрды. Объект қозғалыста, нысана көрінді. Қара түсті ескі BMW. Бір кезде ескі көліктен екі жігіт түсті. Олар Әселге жақындап бірдеңе деді. Әсел сөмкені олардың біріне ұсынды. Дәл сол сәтте рациядан алдық деген айқай естілді де, жан-жақтан жарық жана бастады. Қараңғылықты жарып, азаматтық киімдегі жігіттер жүгіріп шығып, әлгі екеуін жерге жатқыза салды. Бәрі көзді ашып жұмғанша өте шықты. Мен терең тыныс алып, рульге басымды қойдым. Бітті. Бәрі бітті. Көп ұзамай бізді полиция бөлімшесіне шақыртты. Тергеушінің кабинетіне кіргенде, бір бұрышта басын төмен салып отырған Бауыржанды көрдірдік. Ол бізді көре сала, орнынан атып тұрды. Көзі қызарып ісіп кеткен. Тәте, Арман, кешіріңдерші мені, деп ол Әселдің алдына тізерлеп отыра кетті. Оның ылғы селкілдеп, еміреп жылап жіберді. Мен ақмақ болдым. Оңай жолмен бәріне жетем деп ойладым. Бір қателік жасап, содан шыға алмайтын тұзаққа түстім. Сіздерді мұндай қауіп кетіккеніме өмір бойы өкінетін болам. Әсел үндей алмады. Тек оның басынан сипап, арқасынан қақты. Мен оның қасына бар ұйғынан тұрғыздым. Тұр орнынан, еркек емессің бе? Жылағаннан ештеңе өзгермейді дедім мен. Қатан, бірақ жек көрушіліксіз үнмен. Жасаған қателігіңді мойындап, оның салдарын көтеруге дайын бол. Әпкең мен жиенінің өмірін қауіп кетіктің. Енді сол сенімді қайтару үшін өмір сүр. Ол басын изеп, көз жасын сүртті. Оның көзінен шылай өкінішті көрдім. Бұл біздің отбасымыз үшін ұзаққа созылатын емделу процесінің бастамасы еді. Арада бірнеше ай өтті. Өміріміз бірте-бірте өз арнасына түсе бастады. Бірақ бұл бұрынғы өмір емес еді. Бұл жаңа, сабақ алған, бір-бірімізге деген сеніміміз тастай бекіген өмір болатын. Бауыржан психологтың көмегіне жүгініп, жұмысқа орналасты. Әр демалыс сайын бізге келіп, Айжанмен ойнап, үй шаруасына көмектесіп кететін. Ол өзгеруге шын ниеттенді, мен де өзгердім. Енді жұмыстан қолым қалт етсе, үйге асығатын болдым. Түн ортасындағы шұғыл қоңырауларға бұрынғыдай жанталасып жүгірмеймін. Егер аса маңызды жағдай болмаса, кезекші дәрігерлерге сенім артамын. Мен үшін ең маңызды операция енді үйде, отбасының қасында өтіп жатқанда еді. Бір күні кешке Айжан ұйқыға кеткен соң, Әсел екеуміз ас үйде шай ішіп отырдық. Далада жауын сіркіреп тұр. Үй іші жылы әрі тыныш. Әселдің жүзінде бұрынғыдай үрей мен мазасыздық жоқ, тек керен бір тыныштық бар еді. Ол күлімсіреп, менің кесеме шай құйып берді. Мен оның қолынан ұстап өзіме қараттым. Білесің бе, Әсел, дедім мен оның көзіне тік қарап. Мен өмірімде мұндаған операция жасадым. Адамдар мені мықты хирург, өмірді сақтап қалатын батыр деп ойлайды. Бірақ менің нағыз батырым сенсің. Ол таңырқап маған қарады. Мен операция үстелінде адам өмірін құтқарсам, сен осы үйде үнсіз ғана, жалғыз өзін біздің отбасымызды, біздің болашағымызды құтқарып қалыпсың. Мен сенің қасында бола тұра, сенің жан айқайыңды естімеген соқыр болдым. Кешір мені сол үшін. Әселдің көзіне жас толып жымиды. Ол ештеңе демеді, тек қолымды қаттырақ қысты. Сол сәтте біз сөзсіз остық. Біздің арамыздағы ең үлкен жара жазылған еді. Оның орнында енді тек кез келген қиындықты жеңетін шынайы махаббат пен мызғымас сенімнің тыртығы ғана қалған болатын.